Португалия құрамасында сұмдық дау болып жатыр. Реал адам сенгісіз трансфер жасауға дайын. Барселона Хулиан Альваресті өз қатарларына қосатындарына сенімді. Осы және басқа да футбол жаңалықтары бүгінгі шығарылымда. Видео басталмас бұрын қазақ тіліндегі футбол жайлы арнамызды қолдап тіркеліп, видеоға лайк басуларыңызды сұраймын. Ендеше бастадық. Аргентиналық шабуылшы Лионель Месси өткендегі Алжирге қарсы матчта әкесінің денсаулығына байланысты көз жасына ерік берді. Аты аңызға айналған футболшы жеке отбасылық күрделі жағдайға тап болған. Мессидің әлем чемпионатының ең алғашқы ойын кезінде жылауына оның әкесінің денсаулығының нашарлағандығы себеп болған. Мәлім болғандай, Лионельдің әкесі Хорхе Месси өте ауыр халде жатыр. Әрі әлем чемпионаты басталардан бірнеше күн бұрын оның жағдайы одан сайын нашарлаған. Бұл жағдай Леоны қатты күйзелтті. Дегенмен ол өз-өзін қолға алып, алаңға шығып, тарихи хет-трик жасап, керемет ойын көрсетіп шықты. Қолдарын соққаннан соң эмоциясына ерік беріп, көз жасын тыя алмады. Леоның әкесіне денсаулық тілейміз. Өткен видеодағы белсенділіктеріңіз үшін үлкен алғысымды білдіремін. 30 мыңнан астам қаралым жинадық және бізге жаңадан 130-дан астам жазылушы тіркелді. Бұл өте керемет қарқын. Көрдіңіздер ме, YouTube алгоритмі тек қолдау арқылы алға басады. Осылай бір-бірімізді қолдамасақ болмайды. Сіздер лайк басып, пікір қалдырып тіркелген сайын біз алға дамимыз. Сондықтан қолдауларыңызды аямаңыздар. Мен өз тарапынан сіздерді сапалы қазақ тіліндегі видеолармен қуантуға тырысамын. Осы видеоны да шайқап тастайық. Португалия құрамасындағы жағдай күн сайын қиындап барады. Бәрінен де ең ақырғы әлем чемпионатын өткізіп жатқан 41 жастағы Роналдуға ауыр тиюде. Барлығы өткендегі Конгомен тең аяқталған матчтан басталды. Содан бері біраз күн өтті. Дегенмен сыни балағат пікірлермен ушыққандау бір сәтке де сейілмей жатыр. Бір жақ тарап ашықтан ашық Криштианоды сынаса, екінші тарап, яғни Роналдудың жанкүйерлері әлеуметтік желілерде Португалия ойыншылары Жоау Невеш, Бернардо Силва және Жоау Кансело сынды ойыншыларды аяусыз балағаттап, ойларына келгендерін жазып жатыр. Басты себеп, сол ойын кезінде Криштианоға Португалия ойыншыларының ешқайсысы бірде-бір мардымды пас жасамаған болатын. Өткен ойыннан кейін Жоау Невеш Криштианудың еңбегін бағалайтынын алға тартып, артынша оның дәл қазіргі сәтте басқа ешқандай ойыншылардан айырмашылығы жоқ, барлығы секілді ұлттық құрамаға көмектесіп жүрген әшейін қарапайым ойыншы ғана деп сұхбат берген болатын. Осыдан кейін бірден бәлеге қалды. Криштианудың жанкүйерлері ойыншының Instagram парақшасына шабуыл жасап, қарсы пікірлерін жаудырып жатыр. Тіпті дым қатысы жоқ Невештің сүйікті қызының парақшасына да шабуыл жасалған. Қалай ойлайсыздар, Невеш Роналду жайында дұрыс айтты ма? Әлде өз орнын біліп, аңызда құрметтеуі қажет деп есептейсіздер ме? Пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Жеке өз ойын бойынша Португал ойыншылары Криштианоды сонша қатты құрметтеп елемейтін сыңайлы. Оны мына сұхбаттан-ақ түсінсек болады. Бразилия құрамасы әлем чемпионатының нағыз қызған шағында маңызды ойыншыларының бірінен айырылып қалуы мүмкін. Барселона мен Бразилия құрамасының жартылай шабуылшысы Рафиня Гаитиге қарсы өткен топтық кезеңнің екінші тур матчында жарақат алды. Футболшы кездесудің 40-шы минутында өзін жайсыз сезініп, алаңда отырып қалды да ойыннан кетуге мәжбүр болды. Бразилиялық ойыншы бірінші тайм аяқталмай жатып ауыстырылды. Қазір Рафиня толық медициналық тексерістерден өтіп жатыр. Сондықтан жарақаттың нақты сипаты мен қалыпқа келу мерзімі әзірге ресми түрде жарияланған жоқ. Алайда шетелдік бақ-та таралған ақпараттарға сәйкес жарақаттың ауыр болуы мүмкін екендігі айтылуда. Егер алғашқы болжамдар расталса, Рафиня шамамен 2 айға қатардан шығып, 2026 жылғы әлем чемпионатындағы қалған матчтарда өткізіп алуы ықтимал. Португалдық қақпашы Диего Кошта Челси сапына ауысуы мүмкін деп хабарлайды Рекорд баспасы. Баспаның ақпараты бойынша Лондондағы ұжым өздерінің қақпасын бір жола ұзақ жылдар бойы қорғайтын мықты қақпашыны іздестіруде және олар Диего Коштаны көздеуде. Порту ұжымы өз қақпашыларының құнын 60 миллион еуроға бағалайды. Дегенмен осы әлем біріншілігінде ол Португалия құрамасында жақсы өнер көрсететін болса, онда голкипердің құны одан бетер өсуі ғажап емес. Диего Коштаға Челсиден бөлек PSG-ның да қызығушылығы бар. Өткен маусымда 26 жастағы қақпашы 49 матчқа қатысып, бар болғаны 27 голды өткізіп алды. Коштаның Портумен қазіргі келісім мерзімі 2030 жылға дейін негізделген. Трансфермаркт порталы оның қазіргі бағасын 40 миллион еуроға бағалайды.
Түркия ұлттық құрамасы 2026 жылғы әлем чемпионатының плей-офф кезеңіне шығу мүмкіндігінен толықтай айырылды. D тобындағы екінші тур матчында түріктер Парагвайдан 0-1 есебімен жеңіліп қалды. Кездесудегі жалғыз голды екінші минутта Матиас Галарса соқты. Бірінші таймның қосымша уақытында Парагвай ойыншысы қызыл қағаз алып алаңнан қуылды. Соған қарамастан оңтүстік америкалық команда жеңісті есепті сақтап қала білді. Негізінен сарапшылар мен жанкүйерлер түрік құрамасы осы турнирде біраз шулатуға қабілетті деп жоғарғы нәтижені көткен болатын. Алайда олар осылайша турнирді өте сәтсіз аяқтап отыр. Манчестер Юнайтедтің бұрынғы жартай қорғаушысы Пол Сколс Криштиану Роналдудың Португалия құрамасындағы рөлі туралы пікір білдірді. Ағылшын футболының аңызы 41 жастағы Роналдудың негізгі құрам ойыншысы болуы дұрыс емес деп есептейтінін айтты. Бапкер үшін бұл өте күрделі жағдай. Мен Роберто Мартинестен Роналду команда үшін мәселе емес пе деп сұрайтын едім. 41 жаста орталық шабуылшы ретінде ойнау өте қиын. Иә, ол әлі де голдарды соға алады. Бірақ қазіргі футболда қозғалыс, жылдамдық және алаңда үлкен жұмыс жасау қажет. Меніңше қазір Роналду матчтан соңғы 15 минутында алаңға шығатын ойыншы ретінде тиімдірек болар еді. Криштиануға Лионель Мессидің хет-трик жасап, Килиан Мбаппенің дубль авторы атанғанын көру оңай емес шығар. Бұл оқиғалар оның деңгейіндегі ойыншыларға әсер етпей қоймайды. Сколз бен Роналду 2003 пен 2009 жылдар аралығында Манчестер Юнайтедте бірге өнер көрсеткен болатын. Ал сіздер Сколздың пікірімен келісесіздер ме? Пікірге өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Манчестер Сити бельгиялық вингер Жереми Докудың алдағы болашағына байланысты маңызды шешім қабылдады. Инсайдер Фабрицио Романоның ақпаратына сүйенсек, Манчестер Сити басшылығы 24 жастағы сол жақ вингермен келісім шартты ұзарту жөнінде сәтті келісімге қол жеткізді. Тараптар ауызша келісімге келіп үлгерген. Бұл жаңа келісім арқылы футболшының жалақысы еселенеді деп күтілуде. Жақын уақытта бұл мәлімдеме ресми түрде жарияланбақ. Өткен маусымда Доку Манчестер Сити сапында 47 матч өткізіп, 8 гол соғып, 14 нәтижелі пас берген болатын. Трансфермаркт порталы ойыншының қазіргі нарықтағы бағасын 75 миллион еуроға бағалайды. Барселона ұжымы ғаламдық трансфер нарығын әлем чемпионаты аяқтала салысымен бір сілкіндірмек. Спорт басылымының ақпараты бойынша Барселона басшылығы Мадридтік Атлетико командасының жұлдызды шабуылшысы Хулиан Альваресті сатып алу жоспарын аяқтауға жақын. Каталонда клуб өкілдері осы өтіп жатқан әлем чемпионаты аяқтала салысымен ақ трансфер бойынша нақты қадамдар жасауға бел буған. 2022 жылға әлем чемпионын өз құрамына қосу үшін Каталонда клуб тарихи трансферлердің қатарына енетін қомақты қаржыны жұмсауға дайын. Клуб ішіндегі дерек көздерге сүйенсек, Барселона ұсынысының көлемі таңғаларлық 135 миллион еуроны құрамақ. Аяқталған маусымда 26 жастағы аргентиналық футболшы Атлетико сапында барлық турнирлерде 49 матчта 20 гол соғып, 9 нәтижелі пас жасап ерекшеленді. Біз мына жақта әлем чемпионаты турнирін жайбарақат қарап жатқанда Мадридтік Реал ұжымы тып-тыныш өз беттерімен білгендерін жасап жатыр. Айта кетейік, жақында ғана патшалық ұжымнан тізгініне әйгілі Жозе Мауриньо бапкер болып тағайындалған болатын. Бапкер болғаны жаңа ғана, бірақ уже апаны өзгерістер байқалып жатыр. Олар осы уақыт аралығында Ливерпуль қорғаушысы Ибрахима Конате мен Манчестер Сити жартылай шабуылшысы Бернардо Силваны, Интер қорғаушысы Дензел Дюмфристі, сонымен қатар Челси қорғаушысы Марк Кукуреляларды өз қатарларына қосып үлгерді. Және бұнымен Реалдың тоқтайтын ойы жоқ. Соңғы таралған ақпараттарға сүйенсек, Мадридтік Реал Еуропа футбол нарығын дүр сілкіндіріп, футбол тарихындағы ең қымбат трансферлердің бірін жүзеге асыруға дайын. Марканың хабарлауынша, патшалық клубтың басшылығы Баварияның вингері Майкл Олисе үшін ресми ұсыныс жасауды шындап қарастырып отыр. Бұл трансфердің құны 220 миллион еуроға дейін жетуі мүмкін. Дегенмен Бавария өкілдері бұл ойыншыны оңайшылықпен жібере қоймайтыны айдан анық. Осымен бүгінгі шығарылымымыз өз соңына келіп жетті. Егер ұнаған болса, лайктарыңызды басуды, сондай-ақ арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Бізде басқа да өте қызықты видеолар жетерлік, көруге кеңес береміз. Келесі кездескенше аман болайық.